Рум сүресінің 8-ші аяты жайында сұраған екенсіздер, жалпы адамдарға қатысты ма, жоқ бейнамаздарға қатысты ма, намазхандарға қатысты ма деген сияқты Құранның аудармасын оқып жатыр екенсіздер. Өте жақсы қасиет. Аллах тағала білімдеріңізге білім қоссын. Сол білім арқылы адам құлшылығын түзейді, білім арқылы жәннатқа жолын табады. Алланың кітабынан жоғары тұрған кітап жоқ. Енді ол аяттың өзіне келетін болатын болсақ, енді аяттың өзін оқитын болатын болсақ, түсінікті кімге қатысты айтылып жатқаны. Аллах тағала ол аятта не деп жатыр? Авалам ятафаккару фи анфусихим, олар өздері жайында ойланбай ма? Яғни өздерінің жаратылысы туралы. Тек қана дүниенің қызығушылығымен жүріп, дүниедегі жетістікті ойлап деген сияқты, бірақ ақыретке мүлдем дайынданбайтын адамдарды айтып жатыр ғой бұлар. Ешқандай өлмейтіндей, өлгеннен кейін есеп бермейтіндей, жәннат тозақ болмайтындай деген сияқты бар қызықшылығы осы дүниеден ғана іздейтін адамдар жайында айтылып жатыр. Енді Аллах тағала оларға не деп жатыр? Авалам ятафаккару фи анфусихим. Бұл айтқан кезде, ей сендер есеп күн жоққа шығарғандар, Құранды, Құдайдың сөзді мойындамайтындар, пайғамбарды менсінбейтіндер, ақыретке дайындай алмайтындар, өздерің туралы ойласаңдаршы деп жатыр ғой. Адам енді өзінің жаратылысы туралы ойланса, шынымен де біраз нәрсеге кеп қалады ғой. Сен кім едің кеше? Жоқ едің, топырақтан жаратты. Одан кейін сен не қазір бір әкенің белінен үзілген бір тамшы су едің, ол ананың бойына өтеді. Ол деген жаңағыдай сол тамшы судың ұйыған қанға айналуы, қанның бір кесек етке айналуы шен алғандай. Оның осында аяқ қолын серейіп созылуы, сүйектерін әр жерге өз орнына түсуі, оған жанның берілуі, айтқанда сенің жаратылысың, сол мұрының, көзің, құлағың, бұның бәрі бекер дүние емес қой. Өздігінен өзі болып жатқан жоқ қой. Яғни өздерінің жаратылыстарыңды ойласаңдаршы деп жатыр да. Яки болмаса ма халақаллаху самауати вал арда ва ма байнахума илля бил хақ. Аллах тағала аспандар мен жерді бір еру үшін жаратқан жоқ, бұның бір ақиқатпен жаратылған. Төбеңдегі көмкерілген аспан, аяғың астындағы төселген жер, аспандағы ай мен күннің адамға деген қызметі, оны ешкім бұлай пультпен управлять еткен жоқпыз ғой адамдар ешқайсымыз. Бірақ кәдімгі адамның қызметінде, бұлттардың жөңкуі, жерде біз егін егуіміз, оның бізге көнбіс қылып жаратылғаны, бұның бәрі біз байқап тұрмыз ғой. Біреуге арналған да, адамға ыңғайланған. Кім бұның бәрін ыңғайлап қойды? Бұның бәрін Аллах бекерге жаратқан жоқ. Енді жаратылыс бар болса, жаратушы болады. Соған қарап отырып біз айтамыз ғой, мысалы бағасын береміз, сағатты көретін болсақ, сағат дәлме-дәл уақыт көрсететін болатын болса, 2-ден 15 кетті, 2-ден 20 кетті, 2-ден 30 кетті деген сияқты таңғалып, мына сағат жасаған адам қандай мықты деп сағат жасаған адамға бағасын береміз. Бірақ субханалла, аспан мен жердің жаратылысы, күн мен түннің ауысуы, ай мен жаңағы күннің қозғалысы, біз сонымен календарымызды, бәрін уақытымызды дәлме-дәл есебін шығарып отырмыз ғой. Ай мен күн нақты есеппен қозғалады дейді. Бұның бәрін кім қойып қойды деген сұрақ туады ғой. Швейцарский сағат тағып алып, мына сағат қандай керемет деп, оның жасаушыларына бағасын берген сияқты, аспан жерге қарап отырып, оның жаратушысына бағасын бере алмау деген, бұл соқыр өмір сүру деген сөз ғой. Бірақ оның бәрінің өзінің белгілеп қойған уақытысы бар. Ол күн де бір мәңгілік емес, бір күні уақыты бітеді. Айдың да уақытысы бітеді, жердің де уақытысы бітеді, жекелеген әрбір адамның да уақытысы бітеді, ешкім мәңгілік емес. Аллах тағала жаратты. Аллах өлімді жаратты, өмірді жаратты, сендердің қайсыларын жақсылық амал жасау үшін. Жай жүрімде ойлап қалма деген сөз ғой. Яғни сол ақыретті, жаратушыны ойламай, тек қана сол ойнап күліп жүре берем деген адамдарға қатысты аят бұл аят. Кейін Аллах тағала айтып жатыр: адамдардың көпшілігі дейді, Раббыларына жолығатын күнді мойындамайды дейді. Лакафирун қарсы келу деген сөз ғой. Кәпір деген сөз біз қолданамыз. Аудармасы көре тұрып шындықты көрмеген су деген сөз ғой. Қырсықтық. Ақиқатты айналып өту. Сол үшін арабтарда диқаншыны
куффар деп атайды. Кәпірлер деген сөз ғой. Неге? Өйткені диқаншы дәнді жерге тастайды да, сосын не қылады? Оның бетін жауып қояды, көрінбейтіндей қылып. Арабтарда түннің бір атауы кафір деп аталады. Неге? Өйткені түн келіп орнаған кезде көптеген нәрсенің бейнесі көрінбей қалады, жасырынып қалады. Сол үшін кәпір деген бұл аятқа келген кезде ол Құдайдың жоқ екенін нақты дәлел тапқан адам емес. Тозақты жоққа шығаруға, жәннатты жоққа шығаруға, есеп күнін жоққа шығаруға, Құранды жоққа шығаруға, пайғамбар жоққа шығаруға нақты дәлел тапқан адам емес. Просто оған ол керек болмай тұрды. Сөйтіп өзінің тәкаппарлығына салып, жаңа бетін жауып жүрген адамды кәпір деп атайды. Ақиқаттың бетін жауып қойып, өзінің қалауыменен, нәпсі қалауымен өмір сүргісі келген адамды кәпір деп атайды. Сол жаңа бір Лев Толстой мен Максим Горкийдің екеуінің арасында бір сөз бар еді ғой. Максим Горкий сәудегімен тәрбиесін көрген атеист адам болған, Құдай жоқ деген. Лев Толстой Құдайға сенген. Сонда енді Лев Толстой және Максим Горкийге: "Миша, сен Құдайға сенесің бе?" дегенде: "Құдай жоқ қой, не үшін сенемін?" дейді да. Сонда не деп айтады? Құдайдың бар екенін сен білесің дейді. Бірақ айтайын ба, сен Құдайға не үшін сенгің келмейді дейді да. Өйткені сен дейді өзіңнің қалауыңмен өмір сүргің келеді дейді, Құдайдың қалауымен өмір сүргің келмейді. Сондықтан ол сенің тәкаппарлығың, соны Құдай жоқ деп айтуға алып барып тұр дейді. Сонда бұл жердегі аят ақыретке дайындалмай өмір сүргендерді айтып жатыр. Ал енді мұсылмандар болатын болса, ол уже ораза ұстадым, намаз оқыдым, садақа бердім деген сөз, уже ақыретке дайындалып жатырмын деген сөз ғой ол. Құранда келген сияқты: "Ва иннаха лакабиратун илля алал хашиин." Бұл намаз ауыр дейді, ықыласы жоқ құлдарға ауыр дейді. Кейін ықыласы бар құлдарды сипаттайды. Кімдер? Аллазина язуннуна аннахум мулaqu rabbihim ва аннахум илайхи раджиун. Ықыласы бар құлдар дегеніміз, оларда ешбір күмән жоқ, Раббыларына жолығатын күнге нақты сенеді. Біз Құдайға келе жатырмыз. Құдайдың алдына барған кезде мүсәпір бейшара болып қалмайын. Ауалу ма юсалу бихил абду йаумал қияма ас-сала. Қияметтің күнде Аллахқа жолыққан кезде ең бірінші сұралатын сұрақ намаз болады екен. Сондықтан деп ойлады. Сондықтан намаз оқып жүрген адамдар бұл аяттың оларға қатысы жоқ. Бұл деген ақыретті ойламай, әйтеуір ішсем, жесем, ойнасам, күлсем деген сияқты біреудің жеткен жетістігін мәз болып, деген мұсылмандар велосипед шығарған жоқ, кәпірлер аспанға спутник ұшырды деген сияқты өздері бір нәрсеге сеніп алған ғой, тек дүниемен өлшенеді. Залика маблағухум минал илм. Құранда келеді. Олардың ілімдерінің бар жеткені осы ғана дейді. Қабірден арқылы ойлануға шамалары келмейді. Яғни дүниенің қызығушылығына түсіп, ақыреттің құлшылығын тастаған адамдарға қатысты бұл аят.